Сабақтың тақырыбы балалық шақ мейрамы, 2 сынып. Құндылығы: сүйіспеншілік, қасиеттері: сыйластық, ақкөңілділік, мейірімділік. Сабақ мақсат: оқушыға бала бақыт үшін сүйіспеншілік құндылықтарының маңызы туралы түсінік беру. Міндеттері: білімділік, өмірдегі үйлесімділік пен әсемдіктің мәні туралы түсінік беру. Дамытушылық: дұрыс ой, жақсы сөз, жақсы іс жасау дағдылары арқылы мейірімділік қасиеттерін дамыту. Тәрбиелік: қарым-қатынаста сыйластыққа, ақкөңілдікке тәрбиелеу. Балалар, 5 ережесін есімізге түсіріп, соны сақтайық. Тәртіп, талап, тыныштық, татулық, тазалық. Жағымды көңіл-күйге келу. Орманға саяхат. Арқаңызды тік ұстап отырыңыз. Көзіңізді жұмып, терең тыныс алыңыз. Әрбір тыныс алған сайын неғұрлым көбірек босаңсып, сабырлы болуға тырысыңыз. Қазір біз орманға серуенге шығамыз. Өзіңізді сынып есігіне қарай беттеп, есікті ашқаныңызды, дәлізбен өтіп, далаға шыққаныңызды елестетіңіз. Таза ауаны жұтып, шашыңызды желбіреткен желдің лебін және бетіңізді сәл-пәл қыздырған күн сәулесін сезініңіз. Орманға қарай жүре бастаңыз. Келе жатқанда абай болыңыз. Жәндіктерді басып кетпеңіз. Енді 1 минут тоқтап, айналаға көз салыңыз. Табиғаттың әсемдігі мен балғындығын сезініңіз. Гүлдердің біріне жақындап, еңкейіп, оның әсемдігі мен нәзіктігіне зер салыңыз. Оны иіскеңіз және хош иісін жұтыңыз. Айналадағы бар нәрсені бақылап, әрі қарай жүре беріңіз. Гүлдер, ағаштардың иісі, құстардың дауысы және жәндіктердің ызыңы. Орманға қарай ентелей түсіңіз. Қараңызшы, ағаштар биіктей әрі қалыңдай түсті. Жарық пен көлеңкенің ойынын тамашалаңыз. Жапырақтардың сыбдырын тыңдаңыз. Біз өзімізді дәл қазір орманда бақытты әрі қауіпсіз сезінеміз. Алаңқайға шығып, бірнеше минут дем алыңыз. Бізге өмір сүру қандай жеңіл, әрі тыныш және бақытты екенін сезініңіз. Табиғат неткен ғажап. Оны сүйетініңізді, қадірлейтініңізді және бірде-бір жәндікке зиян тигізбес үшін қамқорлық жасайтыныңызды түсініңіз. Сіз өзіңіздің әрқашан бақытты екеніңізді сезініңіз. Енді орныңыздан тұрып, мектепке қайтуға дайындалыңыз. Айналаға тағы бір көз қырын салыңыз. Келген жолыңызбен кері қайтыңыз. Жолыңыздағы жәндіктерді басып кетпеңіз. Міне, мектептің де алдына келдік. Айналаңызға тағы да бір қараңыз. Таза ауаны терең жұтыңыз. Есікті ашып, өз орныңызға қайта келіңіз. Жаңа сезінген жым-жырттық, тыныштықты, қанағаттылық пен ашық сезімді, махаббатты, мейірімді өзіңізде сақтаңыз. Көзіңізді ашып, жай ғана күлімсіреңіз. Дәйек сөз: өзіңе тілемегенді өзгеге де тілеме. Халық нақылы. Дәйек сөзді қалай түсінесіңдер? Өзгелерге не тілер едің? Аю. Балалар, бейне роликті тамашалайық. Бір күні 2 дос орманда келе жатады екен. Кенеттен алдарынан бір үлкен аю шыға келеді екен. Сол кезде біреуі қаша жөнеледі, ал екіншісі талға өлмелеп жасырынып қалады екен. Қашып кеткен жігіт тығыларға жер таппай, аю мен досы мінген ағаштың ортасында қалып қояды екен. Осылай не істерін білмей тұрғанда ойна. Мүмкін өлген адам сияқты жерге ит бетімен жатсам, құтылып кетермін деген ой келеді. Сосын жерге жата қалады. Аю келіп, оны басынан искелейді де искелейді. Ал жігіт болса, ішіне демін жұтып алып, ұйықтаған адамша кейіптап
жатта береді. Аю кеткен соң, тауға өрмелеп кеткен досы төмен секіріп түсіп, досының қасына келеді де, күліп, айтшы шал, аю сенің құлағыңа не деп сыбырлады деп сұрайды. Сонда досы, аю маған басыңа қауіп-қатер төнген кезде сен тастап қашып кеткен досыңнан сақтан деп айтты. Бейнероликтің сұрақтары: әңгімеде не туралы айтылған? Екінші, жақсы дос, жаман дос қандай болады? Үшінші сұрақ: досыңыздың басына қиындық түсті, не істейсіз? 4. Дос қандай болу керек? 5. Осы әңгімеден қандай ой түйдіңдер? Шығармашылық жұмыс. Тапсырма: адамның сөзіне емес, ісіне, сыртына емес, ішіне қара деген тақырыпта жағдаят ойластырып, жанұяларыңмен сахналап көріңіздер. Топпен ән айту: еркелей біл балалық. Біз баламыз, еркеміз, шаттық күйін шертеміз, әне-міне дегенше адам болып кетеміз. Ата-ананың қасында бәрі жақсы расында, еркелей біл балалық, бақыт құсы басында. Еркелей біл балалық, бақыт құсы басында. Самал желдей есеміз, гүлдей жайнап өсеміз, ақ батамен жолымды тегіс етіп төсеңіз. Ата-ананың қасында бәрі жақсы расында, еркелей біл балалық, бақыт құсы басында. Еркелей біл балалық, бақыт құсы басында. Ертең өсіп кетеміз, бәрін қуып жетеміз, өнер білім меңгеріп, елге еңбек етеміз. Ата-ананың қасында бәрі жақсы расында, еркелей біл балалық, бақыт құсы басында. Ата-ананың қасында бәрі жақсы расында, еркелей біл балалық, бақыт құсы басында. Еркелей біл балалық, бақыт құсы басында. Бүгінгі сабақтан игерген жақсы қасиеттерді есімізге түсіріп, жүрегімізде сақтайық. Назарларыңызға рахмет.